Бәріне сәлем оқушылар, қалайсыңдар? Сендерді оқу жылының басталуымен құттықтаймын. 5-ке оқыңдар және де бүгін сендермен 7-ші сыныптың Everyday Objects деген тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге 6-7 деп жазып кет, немесе рахмет деп жазып кет. Сонымен бастаймыз. Каналға тіркелуді ұмытпа. Бірінші тапсырмада сендерге айтады: match the words in the box with the objects A to J on the page 9, then listen and check дейді. Яғни мына жердегі тапсырмалармен сәйкестендіріп, дұрыс вариантын таңдауымыз қажет. Мен оны сендерге орындап қойдым. Мінекей, көрініп тұрса, бірде әрине A ол бізде mobile phone болады, және енді жауабын негізі өз қалауынша белгілейсің. Егер қажет болса, мен саған оқып аударып берейін. Do you get any mobile phone every year дейді. Сен әр жыл сайын жаңа телефондарды сатып аласың ба дейді. No, I don't need a new mobile phone. All phones send the same text дейді. Жоқ, маған қажет емес жаңа мобильді телефондар, ескі телефондар тура сол текстті жазады ғой дейді. Балалар, мен сендерге мынаның аудармасын айтам, одан кейін мына жақтағы жауаптарына тоқталатын болам. Видеоны соңына дейін көруің керек ол үшін. 2. Have you got a collection of tickets? Мына жердегі аударма. No, I like the new phones, but they are too expensive. I got an old one. Жоқ, мен алғым келеді жаңа телефондар, бірақ олар өте қымбат. Менде қазір ескі телефон бар дейді. Си жауабы: Yes, the newest mobile phones are cool. Я, мен жыл сайын жаңа мобильді телефондар алам, себебі жаңа телефондар өте керемет. 2. Have you got a collection of tickets and the bus passes at home дейді. Bus pass деген автобус жол жүру картасы. Мысалға, әр қалада онай деген сияқты, бар деген сияқты карталар болады, сол туралы айтып жатыр. Сенде ондай билеттер бар ма дейді. Жалпы тикет деген ол билет. Сондай билеттер бар ма дейді. Енді қараймыз. Yes, I have got box. I collect everything. Я, менде сондай билеттерді сақтайтын қорапша бар. Мен ол жақта барлығын сақтаймын. Би жауап: Some, I only keep tickets from my favorite films. Жоқ, мен сақтаймын билеттерін тек қана сүйікті фильмдерімдікін. No, I don't collect things. Жоқ, мен ешқандай да заттарды коллекционировать етпеймін дейді. Қай жауапты белгілейсің, өзің білесің. Ары қарай 3-ке келдік. 3-тен Have you got photos on your mobile phone or in your wallet дейді. Сенде суреттер бар ма? Сен мобильді телефонында немесе әмиянында дейді. Yes, lots. Я, көп суреттер бар. No, just 1 or 2. Біреу немесе екеу. No one. Ешқандай да сурет жоқ. Яғни әмиянда ешқандай сурет сақтамаймын. 4-ке келдік. 4-те all clothes new. Сенің киімдерің барлығы жап-жаңа ма дейді. No, and all clothes are more comfortable. Жоқ, ескі киімдер көбірек ыңғайлырақ. They are not all new. I wear all clothes at home and the new clothes to go out. Жоқ, олардың барлығы жаңа емес. Мен ескі киімдерді үйге киемін, жаңа киімдерді сыртқа шыққанда киемін. Yes, I love new clothes. Fashion is my life. Я, мен жақсы көрем жаңа киімдерді. Сән ол менің өмірім. 5-ке келдік. 5-те айтады: Have you got a new MP3 player here now? Сенде MP3 player бар ма дейді. Балалар, ол біздің Қазақстанда ондайлар жоқ. Негізі бірақ шетелдіктер музыканы осындай қосымша арқылы тыңдайды. Бұны MP3 player дейді. Тек қана музыка тыңдауға арналған құрылғы. Yes, it's always in my pocket. Я, мен қалтамда жүреді. Usually, but today I forgot. Я, әдетте, бірақ бүгін мен оны ұмытып кеттім. No, I can never find it. Жоқ, менде ондай жоқ, ешқашан таба алмаймын дейді. Яғни ол MP3 тыңдамайды. Сендер әрине мына сиді белгілейсіңдер. Ары қарай 6-ға келдік. 6-да айтады: Have you always got new keys and money дейді. Сенде үнемі өзіңмен бірге кілттер немесе ақшалар бола ма? Yes, I have always got them. Я, мен оларды үнемі алып жүремін. No, sometimes lose my keys. Жоқ, кейде мен оларды жоғалтамын. Never, I always forget something. Жоқ, мен үнемі әрқашан ұмытып кетем оларды. 7. Have you always got a new ID card with you? Сен өзіңмен бірге мынандай удостоверение, куәлік, ID карта деген осындай болады. Осындайын алып жүресің ба дейді. Yes, of course, it's important and I need it. Я, әрине ол маңызды және де ол маған қажет. No, I sometimes leave it at home. Жоқ, мен кейде оны ұмытып кетемін үйде. Never, I lose one every week. Ешқашан мен әрқашан бір аптасына біреуін жоғалтып отырамын дейді. Ары қарай 8-ге келдік. 8-де what is in your bag today? Сенің сөмкеңде бүгін не бар дейді.
I've always got the same possessions with me. I'm not sure, but there is always a surprise. I don't know, I can't remember everything. Yeah. Мен әрқашан бір заттарды алып жүремін өзіммен. Я не уверена, бірақ сөмкемде әйтеуір бір сюрприз жүреді. I don't know, мен білмеймін, I can't remember everything. Мен есімде ештеңе қалмайды дейді. Мына жердегі өздеріне ұнаған вариантты белгілейсіңдер. Ары қарай кеттік. Енді екінші тапсырма. Екінші тапсырмада сендерге айтады, мына жердегі берілген сөздерге мынаны қоюларың қажет қой. Сонымен мына check the meaning of the words in the box and complete the sentence with words. Яғни мына жерде берілген сөздермен мына текстті, сөйлемді толықтыруымыз керек. Have you got a computer at home? Yes, I use my dad's laptop. Я, сенде үйде компьютер бар ма? Я, мен әкемнің ноутбугын қолданамын. What is the name? I don't know. Have you got a watch? What time is it? Дейді. Уақыт неше болды? Мен білмеймін. Сенде сағат бар ма? My sister keeps her money in a purse. Мен әпкем ақшаларын жинайды әйелдер әмиянда. I can't find my keys. They all want a blue key ring. Мен кілтімді таппай жатырмын. Оларда бар көк кілт салпыншағы деген, ол брелогында дейді, көк брелогта. It's sunny today. I'm going to wear sunglasses. Бүгін күн шығып тұр, мен киейін деп жатырмын көзілдірікті. I've got some gold and silver, but I don't wear it to school. Менде бар алтын және күміс зергерлік бұйымдар, яғни jewelry болады дейді. Мен оны мектепке таға алмаймын. My grandma has a pretty face and she doesn't wear makeup. Менің әжемнің беті өте жақсы, және де ол ешқашан мейкап жақпайды, косметика жақпайды. Ары қарай үшінші тапсырмаға келдік. Балалар, үшінші тапсырмада сендерге айтады, look at the questionnaire on page. Мына questionnaire қара дейді. Және де check of the meaning, 6 adjectives in the key дейді. 6 сын есімнің мағынасын тап дейді. Sentimental, ол бізде сезімтал, жақсы көретін. Sensible, ол ақылды, байыпты. Trendy, сәнқой. Organized, ұқыпты, жинақы. Disorganized, ұқыпсыз, ретсіз. Careful, мұқиятса. Енді төртінші тапсырмада сендерге просто жаңа questionnaire берілді ғой. Соның жауабына қара, өзіңнің қандай екеніңді біл дейді. Ары қарай кеттік. 5-ке келдік. 5-те айтады, write 5 sentences about your answers in the questionnaire дейді. Яғни 5 жауап жаз, ответ жаз, жаңағы неге қарап, сауалнамаға қарап дейді. Мен саған дайындап бердім. Қараш көрініп тұр ма? I have got an old mobile phone. Менде бар ескі ұялы телефон. I have got some photos on my phone. Менде бар бірнеше телефонымда бірнеше суреттер бар. I have always got new keys. Менің кілттерім әрқашан өзіммен бірге болады. I always carry my ID card. Мен әрқашан жеке куәлігімді алып жүремін. I'm not very trendy. Мен аса сәнқой емеспін дейді. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Балалар, енді ары қарай 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада сендерге айтады, working pairs, жұбымен бірге орындайтын жұмыс дейді. Сұрақтар қой, және де жауап бер дейді. Мен саған бір сұрақ қойдым, енді ары қарай өзің жазсаң болады. Have you got a bus pass? Сенде автобус жол жүру картасы бар ма? Yes, I have. No, I haven't. Немесе мына жерде have you got a bus pass-тың орнына сен бүйтсең болады. Мысалға, сенде бар ма mobile phone? Have you got a mobile phone? Yes, I have. No, I haven't дегенде. Немесе have you got an ID card? Сенде удостоверение бар ма деген сияқты сұрақтар қоя берсең болады. Жауап бәрібір осы. Түсінікті болды деп ойлаймын. Балалар, каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Goodbye, have a nice day.